Әйел адам зина жасады, үкім қалай болады? Бұл жерде үкім шығармайсың. Әйел адам зина шығарды ма? Зинамен ұсталып қалды ма енді? Ол сөздің ет жоқ біреуменен. Сенің әйелің деп айта берейін, түсінікті болу үшін. Оның барып басын шауып, оны барып ажырасу деген сөз жоқ. Адам шайтан, аздасы шайтанға ілінеді, адам шайтанға азғырылып қалады, әртүрлі жағдай болады. Бірақ бұны шарттан жағдайларын қарап көресің. Анау кейбіреулер дұрыс түсіндірмей, ажырасу керек ондай қатынмен деген сияқты артық сөздер айтады. Жоқ. Ажырасатын ол ең соңында тұрады, дұрыс ол бар, бірақ қарап көру керек. Сонда әйелдің ойнас жасағаны, жеңіл жүргені ауырды, еркектікі ше? Еркектікі жеңіл ме не? Еркек әйел адам жүріс жасаса, ол жезөкше болады да, еркек адам жүріс жасаса, неге жезөкше болмайды? Оған не? Молодец деп айтама не? Молодец, жігіт қой енді дейді. Қалай ол? Не деген әділетсіздік ол? Сонда не, еркектікі поощряемый, құттайтын нәрсе, әйелдікі даттайтын нәрсе ме не? Жоқ, олай емес. Олай емес. Егер әйел адам сондайға барған болса, онда қарап көріледі. Біріншіден, ол ақталмайды. Ол ақтау емес ол. Бұл жерде семья сақтау семья сақтау мәселесінде қарап көріледі. Әйел тәуба қылса, райынан қайтса, өзгерсе, кешірім сұраса, содан кейін еркек арақ ішпесе, арақ ішкенді не үшін айтып отырмын? Өйткені арақ ішіп, кейін есіне түсіп ұрып өлтіріп қоюы мүмкін, тоқпақтап. Есіне түсіп кетіп. Содан еркек арақ ішпесе, одан кейін барып еркек эмоциясын бағындыра алатын болса, бала шаға болса, о балаларды еркек қимаса, осы шарттарын бәрін жинап, семьяны бұзбай, еркек одан кейін оны туысқандарына айтпаса, абыройын төкпесе, боларын бәрі болып бітіп, одан кейін барып молдаға келгенде не пайда? Маған келеді осындай болып қалды, енді әйелім осындай не істейік? Мен айтам, бірінші сұрақ. Сен бұл туысқандарың айтқан жоқсың ба? Бұны менен басқа ешкім білсем, жоқ айтқан жоқпын дейді. Онда кел ары қарай сөз бастаймыз. Егер бүкіл туысқандарыңа әбиірің төгіп, мамаңа айтып, мамаң сіңілдеріне айтып, бүкіл әлемге айтып, бітіргеннен кейін оны қай бетімен қосыласың? Балаң арсыз болып қаласың да сен. Сол үшін біріншіден эмоцияға басылып, еркекте де болсын, мейлі әйелде де болсын, жан-жаққа жаймауға тырысыңыз. Өйткені қайтып кірер есігіңді қатты жаппа деген қағида бар. Сол үшін оны моменттер индивидуально қаралады, ажыраса береді. Әйел адам жүріс жасаса, оны тоқтата алмайды ешкім, Алла сақтасын. Жоқ, ондай емес, тоқтайды, олай демеңіз. Бұл жасай бер деген сөз емес, бірақ ол қайтады, қайталамайды деген сөз жоқ.